Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан. Ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес, бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылданған соң-ақ керемет нәтиже береді. Қанды көбейтеді. Қаназдық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластыратын болсаңыз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Ми жұмысын жақсартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. 1 стакан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқайсыз. Шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Бұлшық етті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшық еттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшық етке салмақ салады, ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назар салыңыз. Ем үшін күніне 3-тен 1 стакан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.